Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы жалқы есім және жалпы есім. 91-ші сабақ. Бүгінгі сабақта жалқы есімді ажыратуды үйренесің. Суреттерге қарайық. Астында жазылған сөздерге назар аудар. Суреттегі сөздердің біреуі кіші, ал біреуі бас әріппен жазылған. Оның себебі неде деп ойлайсыңдар? Дұрыс. Бота бұл жануар болса, бота деп қыздың да аты. Жұлдыз аспандағы жұлдыздарды айтса, жұлдыз деп адамның да есімін қояды. Ондағы кісінің аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар жалқы есім деп аталады. Есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, Әсел, Астана, Алматы, Данияр, Іле, Құтжол, Ақтөс. 30-шы жаттығу өлеңді тыңда. Өлеңдегі зат есімдерді табамыз. Біздер сәлем береміз, сәлем етсіз бе ағай деп, есенсіз бе әжей деп, амансыз ба атай деп. Ол қыз сәлем береміз, өнегелі өренбіз. Біздер сәлем береміз. Кімдер? Біздер. Зат есім. Не береміз? Сәлем береміз. Зат есім. Сәлеметсіз бе ағай деп. Кім? Ағай. Есенсіз бе әжей деп. Кім? Әжей. Амансыз ба атай деп. Кім? Атай. Ол қыз сәлем береміз. Кімдер? Ол қыз. Не береміз? Сәлем береміз. Дәптерге бүгінгі күнді жазу керек. 31-ші жаттығу 51-ші бет. Өлеңді жатқа жаз. Өлеңдегі жалқы есімдердің астын сыз. 32-ші жаттығу 51-ші бет. Берілген сөздердің бір әрпін алып тастап, жаңа сөз жаса. Мысалы, бата деген сөзде б әрпін алып тастасаң, ата деген сөз шығады. Тура сол сияқты қалған сөздерді жазып шық. Өлеңді түсініп оқы. 30-шы жаттығу 51-ші бет.